Галим Ақатаев, сәби ана. Айналғандай адай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға баратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай құлшағы, бір қолында ойыншық құлыншағы, екі жансыз мүсінін мәпелейді біресе ұрысады. Қарадық та селт етпей жанарымыз, алжығанға ананы санадық біз. Бораны ұлы бетінен боздағы шыққан, сылап жатыр далада, жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, құлшақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып иек естімеді, адам қалай оп-оңай ескідеді, адамның ғұмырынан қысқа не бар, күн еңкейсе болғаны кешкідеді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мына отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт. Ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кен. 23 жыл сарғайған құрметпен, 23 жыл сарғайған құрметпен, сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбиі оралмапты, құлшақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қапты кеп тозан жапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Үміт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана, ойыншығын қашақтап қала берді.